әйелдің де орны бар. Қазіргідей анау әйел құмар болып кет демеймін. Қазіргі жігіттер бар. Әйеліне отчет беріп тұратын. Сағат сайын мешітке кіріп баратын. Мешіттен шықтым. Қайқа барайын, нені алайын. Осындай болды. Қонақ шақырарды да сұрап алады. Мына қонақтар әкелейін деп атам, рұқсат па дейді. Рұқсат үшін сұрайды. Ол дайындық үшін айтпайды. Мысалы, мен қонақпен баратырмын, ұялып қама деу үшін айтса, ол әңгіме бөлек та. Мысалы, мен бір сыйлы адамдармен баратырмын, кішкентай дайындығыңды қыла бер десе, ол әңгіме бөлек. Ол үшін сұрамайды, рұқсат сұрайды. Немесе бір 3-4 жігітпенен жігіттер жүріңіздер бір жаққа барып, өзіміз құптаннан кейін бір кішкентай бір шай іше салайық десеңіз, мен звондап алайын дейді. Түсінікті ғой енді. Рұқсат берсе жүреді. Рұқсат бермесе жігіттер ренжімеңіздер, менің жұмысым бар екен, ертең бір нәрсе деп жай кетеді жаңағыдегі. Сондай жігіттер көбейіп бара жатыр. Ол әйелді жамандағым келмейді. Қазақтың қыздарына рахмет. Сондай ез жігіттерді сүйреп жүргендеріне. Алла разы болсын сол қыздарға. Өйткені ол қыз бала да үндемей қалса, анау еркектің қолынан дым келмей, опшы езіліп кетеді, түгі қалмайды ананың ше. Соны қайта еркек қылып, итеріп, сүйремелеп, айтсайшы деп айтқыздыратын. Жүр, ананы істе деп түрткізетін қазақтың қыздарына Алла разы болсын.